Күш. Мен бәрінен күшті болғым келеді. Адамдармен келісім түкке тұрғысыз. Олар бәрібір элитар жерін баса көтеп кіріп жатыр. Бұл алдамшы өмірде элитарға ешкім көмек қолын созбайды. Осы үшін мен мықты болуым керек. Мен біздің басшымыздың қызымын. Сондықтан элитарды қорғауым керек. Бірақ бұл рицармен кездесу өмірімді шыр айналдыра өзгертті. Қайда бара жатсыңдар? Сайтан алғыр бол не бәлен ағы? Ол қалғандарын бәрін қырып тастады. Мен Арк. Маған жай тапсырма мен ақша табу үйреншікті іс болып кетті. Бандиттармен іс бітті. Ананы қары, бұл ақмақтар жаман емес, ақша қырыпты ғой. Адал емес екені анық. Торлар? Торлар? Бола берсін. Табысты алып үйге тайып тұрайық, Понто. Мен сені тыңдап тұрмын, Сиско. Люберт танымал отбасының қызына жасаған қастандық сәтсіздікке ұшырады. Қалай ол? Не? Олар бір қызды көзін жоя алмаған ба? Ол маған өзісін жақсы білем деп еді ғой. Олар барлық қарауылдардың көзін жойған. Бірақ өтіп бара жатқан рицар бәріне қарсы тұрған. Бір өтіп бара жатқан рицар? Ештеңеге жарамсыз ақмақтар. Бандиттерден не күтуге болады? Ал құбыжықтармен не болды? Люберт жеріне жіберген. Батыс адамдары бізге ескерткен. Бұл тек тәжірибелі құбыжықтар, сондықтан олар бірге жұмыс істей алмаған және екеуінің де көзін жойған. Мақұл, олар бірге жұмыс істей алмасын. Бірақ бұны құбырсты жеңу деген... Сұрауға рұқсат етіңіз. Люберт жері Дакар ханзадаға неге қажет болды? Кім біледі? Мүмкін бұл батыстың тапсырмасы бол мүмкін. Қазір Дакар мырзаны қамтамасыз етіп отырған. Егер Люберт жері Дакар мырзанікі болса, басып алу үшін шығысқа батыстың әскерлері оңай шығатын болады. Шынымен де, қазір Любертаны шығыс ханзадасы қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан біз қазір Дакар мырзаға қызмет етуге ант бере алмаймыз. Егер бұны шығыс біліп қойса, бізден көз алмайтын болады. Біздерге тауар алуды тездеткен жөн. Жақында сатылымға шығарамыз. Және оны Юлиарна қаншайма біліп қоймауын қадағала. Әрине. Сосын мен ақмақ баламды көрмедім бе? Удола мырза тауарды кездестіріп алуға кетті. Мыйсыз ақмақ. Ол тек кедергі ететін болды ғой. Жарайды, боссың. Неге? Неге бәрі көтінен кейін жүріп жатыр? Понто, бұзақылардан тегін ақша алу рахат емес па? Енді қалаға барып қалай тойлайтынымызды ойлау керек. Тірі қалған бандит? Пысық! Мен оны көрген сияқтымын. Сол Эльф қыз ғой.
Мен ұрланған балаларымызды қайтаруға келдім. Тоқта, сен дұрыс түсінбей қалдың. Өтірік күлкісіне қойшы. Бұл бір түсініксіз жағдай болғанына сенімдімін. Тоқтап сөйлесейік. Мен адамға айтарым жоқ, әсіресе бандитқа. Мен бандитқа ұқсап тұрмын ба? Рицар қалай бандиттік жолға түсіп кеткен? Бұл дұрыс емес. Осы сөйлегенің де жетер. Венту Випис. Венту, қалай? Қалай адамға жануар духы бағынып жүр? Понто, сен дух екенсің ғой. Дух емес, жануар духы. Орман қояны деп танымал. Оларды бағындыру өте қиын. Эльфтардың өзіне бағындыру қиын. Адамға бағынуы мүмкін емес. Мен оның жарасын емдеген кезде ол маған өзі бағынған болатын. Енді ол менің жолаушым. Сен жануар духтарымен сөйлесе аласың ба? Бір түрлі ма? Жарайды, сен өтірікші емес сияқтысың. Тосқауыл шауылдағаным үшін кешірім сұраймын. Ең бастысы бір-бірімізді түсінгенбіз. Мен тапсырма бойынша бандиттерге келген едім. Ал сен ше? Мен естуім бойынша бандиттер эльфтарды ұрлап, осы үңгірге ұстап отыр. Эльфтерді аулау? Енді түсіндім. Торлардың үңгірде не істеп тұр десем? Өкінішке орай, үңгірде ешқандай да эльф жоқ. Демек мен кешігіп қалдым. Бірақ бандиттер ауланған эльфтармен не істемек болды? Эльф құлдар өте қымбат тұрады. Білмедім десең сенбеймін. Білмедім. Жарайды, сау бол. Тоқташы, несін жасырайын, сен менің кездестірген ең алғашқы эльфімсің. Сондықтан егер көмек керек болса, айт. Рахмет ниетіңе. Бірақ бұл эльфтардың мәселесі. Мен адамдардан көмек сұрамаймын. Ол көмек сұрамаймын дей ма? Қалай қарасан да. Бұл өте керемет тапсырма болар еді, эльфейка қызбен. Қандай ойыншы бұны жіберіп алады? Сонымен біз жарты сөйлескен жоқпыз, және атын сұрай алмадым. Енді мен ол қызды қалай іздеймін? Бәрібір бұл менің бірінші кездестірген эльф қызым ғой. Мен бұл жолы енді кері шегінбейтін боламын. Жарайды! Понто, ертең біз немен айналысатынымызды білемін. Меніңше осы орман эльфтердікі ғой деймін. Марка ханымның барған орманына қарағанда әдемірек тап-таза. Мен гильдиядан сұрағанда бұл жерде өте көп эльфтер өмір сүреді деді. Не болды, Понто? Ашпасына біреу шығып кетті. Ұстандар оны. Эльфтерді аулап жатыр ма? Біз әлгі қызды таппадық. Бірақ бір қызыққа ұшырадық қой деймін. Тоқта! Достарыңды тастап, қашпақ болдым ба? Ұсталды, Дола мырза, ұстап алдым. Байла оны. Не? Тағы да қыз ба?
Men bugün şınымен gönül götürmeymin be. Не маған алындай ала көзбен қарап отырсын. Қандай жағдайда отқанды ескертейін бе? Кәне, менің көңіл күйімді көтер. Егер көңілімді көтерсен, сенің достарыңдай айтым боламын. Өтінемін, менің достарымды жіберіңізші. Жоқ! Удола мырза, олар сатылымға шығады ғой. Маған істерді сен айтпақ қой. Сендер менің әкеме жұмыс жасайсыңдар. Мен оған шағымданатын боламын. Кешіріңізші. Балаларды арбаға салыңдар. Бұлар эльфтерді аулаушылар сияқты. Олардың эльфтерге тауар құсап қарап жатқанын көруге болады. Барлық қашып кеткен эльфтарды іздеңдер. Сатылымға көп керек. Кені қашыңдар. Әйтпесе кесіп тастаймын. Ол қыз маған эльфтардың ісіне араласпа деген. Бірақ мен қазір жайға өтіп кете алмаймын. О, мынау сол қыз ғой. Ұсталдыңдар. Сен тағы кімсің? Мен ұрланған балаларымызды қайтаруға келдім. Удола мырза, бұл түнек эльф қой. Өте сирек кездеді. Ол үшін өте көп төлейді. Эльф қызмен төбелес маған қызық емес. Өздерін білінден істесеңдерде. Онда біз оның сазайын тартқызамыз. Қолым! Не болса айтады алғыр? Ол эльф қорғаушысы ғой. Олар өте мықты болады. Эльф қыз өте мықты екен. Ол маған көмек керек емес деп еді. Шынымен де керек емес секілді. Орыннан қозғалма. Әйтпесе мына қыздарды өлтіремін. Балалармен қорғанып жатырсың ба? Ұятсыз. Осындай дөрекілікпен жаман нәрсе орындалып қалу мүмкін. Көрдің бе? Сондықтан менімен тек жақсы араласуың керек. Әйтпесе. Сен қазірден ағарып кеттің ғой. Осындай тұрмаған шайдай жағады. Жексұрын. Қызбен төбелесуді қысқарту деген жаман емес секілді. Қимылдама, тек тауарды тексеріп жатырмын. Мен көмекке келдім. Тегін емес. Қорғана соққысы! Эльф қыз, бұл қыздардың қорғансын маған сеніп тапсырсам болады. Дайындалыңдар.
Тәте! Балалар барлығы дұрыс па? Күте тұрыңдар. Мен сендерді босатып аламын. Кәні көрейін қазір ашамын. Мен саған көмек керек емес дедім ғой. Бірақ балдарын қорғанса сен тектілігінен қымбат па? Мен сендердің достарымын, қорықпаңдар. Көрдіңдер ме, қорқынышты емеспін. Шыға беріңдер. Тәте! Қорықпаңдар. Балаларға ештеңе болмағаны қандай жақсы. Мана жегіш әшекей, адамдар мұндай төмен әрекет жасайды деп ойламадым. Мана жегіш не ол? Әшекей, адам бойындағы манасын басып тастайды. Сол үшін балалар қашалмаған. Не істесек болады? Оны қалай шешсем екен? Әкел онда, мен оны шешейін. Бұл мүмкін емес. Қарғыс шешу! Мына жарақатын ауырып тұрған шығар, емделу! Ауырып тұрған жоқ. Шырам да қалмайды. Басқа еш жерін ауырып тұрған жоқ па? Бәрі дұрыс. Рахмет. Қуаныштымын. Жазылу және қарғыс шешу бір сөзбен сиқырлайды. Бұл адам жайраттар емес. Мәне, бие керек! Төрт бала құтқарылды. Оларға жолаушы жіберіңдер. Біз Элипс орманында боламыз. Шыға сала көресіңдер. Айып етпе. Бұл не құс? Сен онымен сөйлескендей болдың. Бұл құс сыбырлаушы. Бұл құс духы. Сөзді жаттап, басқа біреуге жеткізеді. Поста сияқты жұмыс жасайды екен. Және диктофон. Қызық. Дикта. Не? Ой, ол менің өзім шаруан сандырағым, ой, ол жай әшейін. Адамдарға жануар, құстар бұқтарын бағындыру өте қиын. Сондықтан сыбырлаушы тек эльфтар арасында ғана танымал. Түсінікті, өте қызық, өте фантазиялық. Жолаушылар келді. Балалар, үйге қайтатын кез келді. Қоштасатын сәт келді. Көңіл күйді түсірмеңдер. Егер зұлымдар келсе, мен тез-тез жетіп барамын да сендерді құтқарып аламын. Мен сондай мақтымын. Рахмет, қорғаныстағы аға. Сау болыңыз. Сәттілік тілеймін. Сен кімсің өзі? Сен өте күдіктісің. Адамдар жабайлар деп естігем. Ал сен өте құдіретті күштерді қолдана аласың. Телепорт сияқты. Ешкім емеспін. Мен Арк, жай саяхаттаушы қаңғыбаспын. Ал бұл Понто, менің сенімді жолаушым. Мен Ариана Мепл, эльф жауынгері. Көмектескенің үшін алғысым шексіз. Мен тек істеуім керек затты ғана істедім. Данканың сыбырлаушысы. Әруна олар, мәс саған. Дентада олар база істеп алған, тезірек кел. Біз басқаларына да ескертеміз. Сен жалға жалданушымын дедің емес пе? Дәл солай. Арк, мен сені қазір жалға аламын ба?
Каз аниме каналшыны арнайы басталды. Және біздің Кәусар деген сұлу қызымыздың алғашқы да